Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп кетіңіздерші, өтініш. Сіздерге бүгін осындай сүйек сабының жасалу жолын көрсететін боламын. Оңай әрі тез жасалады. Ол үшін бізге үйлеріңізде қалып кеткен сабын керек. Бұндай сабындарыңыз жоқ болса, бір сабынды алып арнайы істесеңіздер болады. Осылай теркадан өткізіп аламыз. Теркадан өтпейтін сабындарды қолмен сындырып тастасаңыздар болады, майда сабындарды. Мен бәрін осылай теркадан өткізіп алдым. Достар, өтініш, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіз. Енді бір ыдысымызға су құямыз. Қайнатып газден аламыз. Газден алғаннан кейін үстіне сабынымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Мен жоқ дегенде 10-15 минут араластырдым. Сіздер де солай етіңіздер. Салынған барлық сабын еріп кетуі керек. Ермей жатқан жағдайда газге қойып, араластырып, тоқтатпай араластырып тұрсаңыздар да болады. Сабынды еріту үшін. Менде еріді. 15 минут араластырғаннан менде сабыным еріді. Осылай бұл сұйық болып тұрады. Суыған сайын өзі қоюланады. Менде 1,5 литрдей шықты. Мен ыдысқа құйғанымды көрсетпеппін. Міне осылай суыған сайын өзі қоюланады. Мен ыдысқа құйып алғанымды сіздерге түсірмеппін. Мен ыдысыма құйып алдым. Міне өзі тұрып қоюланады. Көргендеріңіз үшін рахмет. Бұл әдісті білмеген болсаңыз жасап көріңіз. Майда сабындарды тастағанша осылай жасап көріңіздер. Оңай әрі уақытты да көп алмайды. Каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіз.